Сәлем достар, бүгін жанартау пирогын жасаймыз. Жаңадан шыққан рецептті жіберіп алмау үшін менің арнама лайк басып, тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кремімізді дайындаймыз. Бір жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Құрамы описанияда жазылған. Сүт қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кукурузный крахмал қосамыз. Міндетті түрде кукурузный крахмал қосқанымыз дұрыс. Ұн қоссаңыздар дәмі өзгереді. Кремімізді пешке қойып, араластырып тұрамыз. Қою болғанша дейін араластырамыз. Мани каша сияқты қайнаған кезде үстіне сары майды қосып, араластырып пештен сөндіреміз. Дайын болған кремімізді бетін салафанмен жабамыз. Салафан кремнің бетіне жауып тұру керек. Міндетті түрде тигізіп жабамыз. Креміміз салқындаған шейін бисквитімізді дайындаймыз. 4 жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап миксерлейміз. Араластырып алған қоспамызға сүт қосамыз, сұйық май қосамыз. Ұн, какаоымызды, разрыхителімізді араластырып аламыз. Оны 2-3 бөлікке қосып, қоспамызды жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде 2-3 бөлікке қосқанымыз дұрыс. Өйткені бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін, сондықтан 2-3 рет бөліп қосып, жақсылап араластырамыз. Бисквитімізді жақсылап араластырып алғаннан кейін формамызға пергаментный бумаганы төсеп, бисквитімізді құямыз. Бисквитіміздің бетін тегістеп, ортасына кремімізді саламыз. Видеодағындай көрсетілгендей саламыз. Креміміз қатты суымаса да, жай жылы болса да сала беруге болады. 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутта пісіріп аламыз. Пирогымызды піскеннен кейін салқындатып, бірақ формасынан шешіп аламыз. Пирогымыз өте дәмді, ортасы жұмсақ болады, өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің арнамда әлі де жаңадан рецепттер болады, сондықтан арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.